Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазір көріп отырғанымыздай, Қасым-Жомарт Тоқаевтың билігі Назарбаевтан ешқандай да айырмасы жоқ. Белсенділерді қудалауда, халықты алдауда және қазақтың, жалпы мемлекеттің қазынасын оңды солды шашууда, жалған абырой жинау үшін мемлекеттің бізге тиесілі ақшаны сізбен біздің келісімімсіз ойыңды солды шашуы дәл Назарбаевқа ұқсайды. Өйткені Тоқаев Назарбаевтың ізбасары, шәкірті, соның мұрагері, сол Назарбаев қалдырып кеткен адам. Яғни халық сайламаған, Назарбаев өзінің орнына отырғызып кеткен адам болғандықтан Назарбаевтан көрген, білгенін жасайды. Ол енді қазір көріп отырсыздар, Астананың төріне Рим папасын шақырып, оған алтын уақытын бөліп өзі қаншама қыруар қаржы кетіріп, өзіне абырой жинамақшы. Дәл осы тірлікті 2000 жылдың басында Нұрсұлтан Назарбаев та жасаған болатын. Ол кезде де ол Рим папасын шақырып, соның алдында құрдай жорғалап, өзінше бір абырой жинамақшы болды. Жалпы Назарбаев не істеді? Одан бөлек ол саммит өткізді. Яғни ОБСЕ-нің саммитін өткізді, бірақ онда маңызы жоқ саммит болды, ешқандай келісімге, қарарға қол қойылмайтын, тек қана бір той сияқты өтетін саммит болды. Азиядан өткізді, Алматы мен Астана қаласында. Экспода, мынау 2017 жылы экспоны өткізді. Бірақ ол 2017 жылы өткен экспо, ол маңызды экспо емес, ол сол экспоның ең үлкен көрмелердің аралығында болатын қысқа ғана бір жиын. Яғни Назарбаев осы 30 жылда халықтың ақшасын, халықтың келісімінсіз шашып келсе, Тоқаев президент болғалы дәл солай әрекет жасап жатыр. Тоқаев та міне Рим папасын шақырды, оның алдында ұлттық құрылтай деп жезқазғанға бүкіл жағымпаздарды жинады, оған қаншама қаржы кетті. Алдағы уақытта осы күзде ол президенттің сайлауын мерзімінен бұрын өткізбекші. Оған ресми дерек бойынша 20 миллиард теңге кетеді екен. Яғни ұшан теңіз ақша, қыруар ақша. Ал ол ақшаның орнына, ол ақшаны осы сайлаудың орнына, немесе папаны күтіп алуына орнына, осы Алматы қаласында қаншама студенттер қазір көшеде қонып жүр. Пәтер ақы өте қымбат. Жатақханамен қамтамасыз етілмеген. Ертеңгі біздің ұрпағымыз, ертеңгі біздің болашағымыз дейтін. Қазір мықты, дұрыс білім алып, ертең мемлекетке қызмет етуі тиістер, қазір қарны аш, жалаңаш, көше кезіп жүр. Соларға тез арада жылдам жатақханалар салып тастауға болады. Яғни 1-2 айда тұрғызылатын жылдам Алматы қаласы, ол Астана сияқты салқын жер емес, суық жер емес, тез арада ақшаны бөліп, соларды жатақханамен қамтамасыз етуге болады. Өздерінің жастарын, болашағын өстіп көшеде қаңғытып қойған билік ол оңбайды. Ол халыққа жаны ашитын билік деп айтуға болмайды. Сондықтан Тоқаев егер халыққа жаны ашитын болса, шынайы елге жанашыр адам болатын болса, мемлекетшіл болса, осындай әрекеттер жасайтын еді. Кешегі қаңтарда қырылған азаматтардың, оққа ұшқан азаматтардың әрқайсысының отбасына өтемақы төлеп, тірі қалған, мүгедек болып қалғандарға, денсаулығына зақым келгендердің алыс жақын шетелдерге шығып емделуіне қаржы бөліп, арнайы жоба жасау керек еді. Балаларынан айырылған ата-аналарды әрбір қалада жинап, сол жерге уақытын бөліп, Рим папасына бөлген уақытты, немесе қайта-қайта Путинмен кездесіп жатыр, барып кездесіп жатыр, шақырып кездесіп жатыр. Сол уақыттардың барлығын осы ата-аналардың алдына келуге бөліп, барлығын бір жерге жинап, солардан жария түрде кешірім сұрап, өзі айтып жүр ғой, енді мен ештеңе білмей қалдым, 20 мың террорист бар деп маған анау айтты, одан кейін мынау айтты деп. Енді ол президенттің аузынан шығатын емес, анаған сеніп қалдым, мынаған сеніп қалдым, одан кейін ат деп бұйрық бердім деп айтып отыратын. Сол Тоқаев халықтың алдында кешірім сұрап, міне жаңағы қателік кетті, мен қабілетсіз болдым, сөздерге сеніп қалдым, мен президент болуға лайық емес екенмін деп солардан кешірім сұрап, өзі бір рет парламенттік сайлауды өткізіп, одан кейін президенттік сайлауды өткізіп,
орнынан кетсе, онда ол халықтың алдында абырой жинайтын еді. Тарихта жақсы атпен қалатын еді кеше қаңтардағы жағдайға қарамастан. Халық бәрібір кешірімді, қазақ халқы өте кешірімді халық, кешіретін еді. Бірақ ол осы соңғы 2019-дан бері, 3 жылдан бері не істеп келе жатыр? Халықты еститін үкімет деді, еститін үкімет құрамыз деді, еститін мемлекет құрамыз деді. Оның барлығы жай сөз жүзінде болып қалды. 3 жылдан бері бірде-бір саяси партия тіркелген жоқ. Президенттік сайлауды өткізейін деп отыр. Президенттік сайлау туралы ол жерде талаптар дұрыс емес. 5 жыл мемлекеттік қызметте болу керек деген талаптар дұрыс емес. Оның барлығын өзгерту керек. Ол Назарбаевтан қалған сол баяғы талаптар өзгертусіз, өзгеріссіз қалды. Сондықтан қазір көріп отырғанымыз ол тек қана бір құр байбалам салып айтқандық емес, шын мәнінде де Тоқаевтың Назарбаевтан айырмасы жоқ. Көптеген адамдар үміт күткен, оған мүмкіндік берейік деп айтқан оппозицияның бір өкілдері де болды. Қазір марқұм болып кетті, тірі жүргендері де бар. Бірақ қазір ел Тоқаевтан үмітін үзіп бастады. Өйткені ешқандай да осы 8 айда бірде-бір өзгеріс болған жоқ. Қоғам, жалпы Тоқаев билігі бір қадам саяси алға жылжыған жоқ. Елдің хал ахуалына тікелей әсер ететін, Қазақстанның әрбір азаматының өміріне тікелей әсер ететін өзгерістер орын алған жоқ. Демек, қазір Жанболаттай адам түрмеде тұрған кезде бүкіл азиялық, америкалық, европалық, яғни дүниежүзілік құқық қорғау ұйымдары Жанболаттың бостандығын талап етіп отыр. Тоқаев бұған құлақ асуы керек. Ұлттың зиялысы, зиялылардың бірде бірегейі Мұрат Әуезовтің сөзіне құлақ асу керек. Сөйтіп біздің ұлттық қазынамызды, елге шуағын шашқан жарық сәулені, Зұлмат сияқты фильмдерді түсірген, Назарбаевтарды әшкерелеген Жанболаттың бостандығын қазір талап етіп отырған халықтың талабын, мұң-зарын Тоқаев билігі тыңдап, оны бостандыққа шығару керек. Оны бостандыққа шығармай, ың-шыңсыз сайлау өткізем деп ойламау керек. Біз күресеміз, сіздер бізге хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді айтыңыздар, кеңсемізге келіңіздер, пікір жазыңыздар, арнамызға жазылыңыздар. Мынау елдің ертеңгі жарқын болашағы үшін бірге күресейік. Назарларыңызда болған абзал достар, келесіде жүздескенше.